Сауабын періште жаза алмайтын дұға. Кім жаратқанға алақанын жайып, «Я Раббым, саған сондай мақтаулар болсын, сенің дидарыңның ұлылығындай, патшалығыңның құдіретіндей мадақтар болсын» десе, оң иықта отырып жақсылықтарды жазатын періште тоқтап қалады екен. Содан соң ол періште Раббысына жалбарынып: «Я Раббым, мына пендең осындай мақтау айтты. Бұған қанша сауап берілетінін білмеймін ғой, не деп жазайын» дейді. Сонда мейірімі шексіз Алла тағала: «Пендем не деп айтқан болса, сол айтқанын дәл солай жазып қой. Ертең қияметте ол пендеммен өзім есептесемін» деп жауап береді. Аспандағы барлық жұлдыздарды бір қарағанда санап беретін періште бар. Яғни, аспанда қанша жұлдыз болса, ол періштенің де сонша көзі бар екен. Сол періште тұрып: «Мен жаңағы пенденің айтқан мадағының сауабын қанша санасам да санына жете алмадым ғой» дейді екен. Субханаллах. Күнделікті дұғаңызға қосуды ұмытпаңыз. Алла тағалам қол жайып тілеген барлық дұға тілектеріңізді қабыл етсін.